Батыс түрік қағанаты туралы не білесің? Түргеш қағанаты туралы қандай маңызды ақпарат білесің? Қарлұқ қағанаты кезінде қандай маңызды оқиғалар болды? Оғыздар жайлы не айтасың? Қимақтар жөнінде не білесің? 10 ғасырдың басында саяси картаның өзгеруіне ерте және орта ғасырлық мемлекеттердің ыдырауы негізгі себеп болды. Батыс түрік қағанаты туралы не білесің? Батыс түрік қағанатындағы қаған билігі шығыс түрік қағанатына қарағанда әлсіз еді. Оқ-будун елінде қаған билігіне наразылар көп болды. Осылайша, ұзаққа созылған тайпаралық соғыс әсерінен қағанат әлсіреп, берекесі кеткен ел Қытай шабуылына төтеп бере алмай, Қытайға тәуелді болып қалды. Кейін түркі тайпалары батыс түрік қағанатының орнына бірнеше мемлекет құрды. Төменгі Еділ бойына және солтүстік Кавказдың шығысында Хазар қағанаты құрылды. Қазіргі Қазақстан аумағына 3 мемлекет, яғни батыста Оғыз мемлекеті, солтүстік шығыс және орталық Қазақстан аймағына Қимақ қағанаты, ал Жетісуда Түргеш мемлекеті қалыптасты. Түргеш қағанаты туралы қандай маңызды ақпарат білесің? Қытайға қарсы күрес Түргеш тайпаларының күшеюіне алып келді. Осылайша, 704 жылы түргештер Жетісуда өз үстемдігін орнатты. Бірақ мемлекеттің жағдайы құрылған кезден бастап күрделі болды. Оңтүстік батыста арабтармен, оңтүстік шығыста Қытай басқыншыларымен қиян-кескі соғыс жүргізсе, шығыстан шығыс түрік қағанаты қауіп төндірді. Осындай үздіксіз шайқастардың әсерінен қағанат әлсіреді. Қара түргештер мен сары түргештер арасындағы тайпаралық қақтығыстан мемлекет ыдырады. Қарлұқ қағанаты кезінде қандай маңызды оқиғалар болды? 756 жылы қарлұқтар түргештерді ығыстырып, Жетісу аумағына өздерінің саяси үстемдігін орнатты. Бірақ мемлекет басшысы Жабғудың билігі өте әлсіз болды. Арабтармен күресте мемлекет әлсіреді. 940 жылы Қашқар түркілері Баласағұн, Испиджаб қалаларын басып алып, мемлекет құлады. Шу аңғарына Қарахандар әулетінің үстемдігі орнады. Оғыздар жайлы не айтасың? Деректерге қарағанда Оғыз тайпасы Жетісу аумағында қалыптасқан. 8 ғасырдың екінші жартысында қарлұқтармен күрес нәтижесінде Оғыздар Сырдария бойы аумағына қоныс аударады. 9 ғасырдың соңында хазарлармен одақтаса отырып, печенектерге соққы беріп, Еділ мен Жайық бойы аралығын толық иемденді. Бірақ ұзақ жылдарға созылған соғыс және халықтан көп мөлшерде алынған алым салық Оғыз тайпаларының наразылықтарын туғызып, мемлекетті әлсіретті. Сөйтіп, 11 ғасырдың екінші жартысында күшейе бастаған қыпшақтар Оғыздарды Сырдария, Арал бойынан бір жолата ығыстырып, билікті өз қолдарына алды. Қимақтар жөнінде не білесің? 8-9 ғасырлар аралығында солтүстік шығыс Қазақстан аумағында Қимақ тайпалық одағы қалыптасты. Қимақ елі қуатты мемлекет болды. Алайда қағанаттың өз ішінде билік үшін талас тартыс күшейе түсті. Қимақтар құрамындағы қыпшақтар Аралдың батысы мен Каспийдің солтүстік өңіріндегі оғыздарды қозғап, оларды оңтүстікке және Қара теңіз далаларына көшуге мәжбүр етті. Оғыз жерлерін басып алғаннан кейін Қыпшақ хандары күшейіп, Қимақтарды өздеріне тәуелді етіп, Қимақ мемлекетінің орнын басты. Осылайша, тарих сахнасында Қарахан мемлекеті мен Қыпшақ хандығы пайда болды.